Бүгінгі презентация Бекет ата мешіті туралы. Ең атақты ескерткіштердің бірі Бекет ата мешіті тауда ойып жасалған. Бекет ата мұсылман елінде көріпкел және әулие ретінде танымал. Бекет ата жер асты мешіті оңтүстік үстірттің Маңғыстау ойысына тірелген тұмсығының үзіліп қалған оғыланды шоқысына қашалған тарихи сәулет ескерткіші. 3-4 қанат киіз үйдің көлемінде 3 бөлме. Дерекке сүйенсек, Бекет ата 1750 жылы туылып, емші көріпкел ғана емес, физика, математика, астрономия заңдылықтарын жақсы білген ғұлама ретінде аты танылған. Бұл күнде мешіт басы күні-түні әулие басына зиярат етушілерден бірі арылмайды. Мырзағұл ұлы Бекет 1750-1813 жылдар аралығында өмір сүрген. Бекет ата ескерткіш ғимараттары Маңғыстау үстірт жем бойындағы Бекет ата есімімен байланысты жер асты ғимараттарының ортақ атауы. Олар туралы халық жадында сан алуан аңыздар сақталған. Халық Бекет атаны қадірлеп әулие тұтқан, адайлар өзінің ұранына айналдырған. Халық оның өмірін, қысылғанға жар болған ерекше қасиетін, әулиелігін ықыласпен әңгімелеп, ұрпақтан ұрпаққа ұластырған.